Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әріптестер, басқа да көрермендер. Геоглобус каналына қош келдіңіздер. Енді біз бүгін ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. 7-ші сынып бойынша табиғи ресурстарды бойынша өткен жолғы тарауда біз сабақ бастағанбыз. Сол бойынша сабақ бастамас бұрын сол бойынша бейнеролик көре кетейік. Табиғи ресурстар бойынша ары қарай табиғи ресурстардың қалыптасуы бойынша біз өткен сабақта жіктеп қарастырғанбыз. Оларды бірінші топтарға бөлгенбіз: минералдыға, климаттық ресурстарға, оның түрлері, су ресурстары деп қарастырдық, жер ресурстары деп қарастырдық, және биологиялық. Яғни өткен жол сабақта тек қана тізімімен оларды жіктеп, бөліп, әрқайсымен жеке-жеке танысып қарастырдық. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбын тоқталатын болсақ, ол ең бастысы табиғи ресурстардың тарау заңдылықтарын қарастырамыз. Яғни қай ресурс, яғни айтатын болсақ, әр табиғат ресурс қандай заңдылықтар бойынша жер бетіне таралған. Енді бізде табиғи ресурстардың тізімі өте көп. Сол себептен біз негізгі табиғи ресурстарға тоқталып кетеміз. Соның ішінде ең бірінші минералды ресурстарға, пайдалы қазбаларға тоқталып кетеміз. Олардың қалай таралады, тарау заңдылықтарына жеке тоқталамыз. Енді сабақ мақсаттарын қарастыратын болсақ, табиғи ресурстардың тарау заңдылықтарын талдаймыз. Екінші, табиғи ресурстарды картадан көрсету және кесін картаға оларды белгілеу. Енді бізде қарастыратын болсақ, бірінші біз минерал ресурстарға тоқталайық. Сол бойынша әрқайсысын жеке-жеке талдап, ары қарай тарау заңдылықтарына жеке тоқталып қарастырайық. Енді минерал ресурстардың ұғымын талдайтын болсақ, бұл жер қойнауындағы және жер бетіндегі пайдалы қазбалардың жиынтығы. Яғни олардың барлығын геологиялық барлау арқылы анықталған болып есептеледі. Енді бізде қарастыратын болсақ, бұл жердегі минерал ресурстар өздері өткен жол сабақта біз жіктеп қарастырамыз. Олар жанғыш, кенді және кенсіз деп бөледі. Сол бойынша біз кесте толтырғанбыз. Енді сол кесте бойынша ақпаратты еске түсіруге, мұнда негізгі жіктелетін болса, жанғыштарға айтатын болса, мұнай, газ, көміртек, көмір, қышым тезек жатады. Келесі кендіге қара металдар, соның ішінде темір кені, хром, никель кетеді, және түсті металдар бөлінеді. Кенсіздерге бұл бейметалдар, химиялық, тұздар, технологиялық, бағалы тастар, одан кейін құрылыстық, құм, балшық жатады, саз деген сияқты. Бұл негізгі минералды ресурстардың жіктелуі, яғни бұл шаруашылықта қолдануына қарай. Енді келесі физикалық қасиетіне тоқталатын болса, бұлар физикалық қасиетіне байланысты қатты, сұйық және газды болып кездеседі. Енді келесі, бұл жерде тағы бір қозғалатын сұрақ, ол ой қозғау, тау жыныстары қандай түрлерін біз білеміз. Тау жыныстарын. Бұл 7-ші сыныпта бізде литосфера тарауында өткенбіз. Тау жыныстарының қандай түрлері бар, соны еске түсірейік, одан барып сұраққа жауап берейік. Одан кейін минералды ресурстардың тарауын біз қалай анықтаймыз. Яғни пайдалы қазбалар картадан қай жерде қандай пайдалы қазба таралғанын соны анықтау керекпіз. Енді бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, бұл жерде тау жыныстары еске түсірсетін болсақ, бұл жерде бізде тау жыныстары магмалық деп бөлінеді, метаморфты және шөгінді деп. Бұны біз үшке бөліп жіктеп, бірінші тоқсанда жақсылап қарастырып кеткенбіз. Енді соны бір еске түсірейік, соның көмегі тиеді. Қазір бүгінгі сабақта сүйретме жұмысы бұл жерде қарайтын болса, тау жыныстарының айналымы. Жалпы бізде негізі басталатын геологиялық айналым бізде бастауы айтатын болса жанартауда, таулы аймақтарда кездеседі екен. Ондай жерлерде біз айтатын болсақ, магмалық тау жыныстары не істейді? Сыртқа шығады, яғни лаваның сыртқа шығуы, одан кейін ол уақыт өте келе кристалданады. Кристалданғаннан кейін ол магмалық жынысқа айналады. Уақыт өте келе сыртқы факторлар, яғни экзоген факторлардың салдарынан эрозияға ұшырайды. Эрозиядан кейін ол не істейді? Ол тоқталады да шөгінді жынысқа айналады. Яғни магмалық жыныс пайда болды, одан кейін магмалық шөгінді жынысқа айналды. Уақыт өте келе шөгінді жыныс не істейді? Үгітіліп топыраққа сіңеді, топырақтың бір қабаты құрайды. Яғни топырақтың қабаттың төменгі жағына түсе береді, ол метаморфты жынысқа айналады. Кейін мантияға жеткен кезде ол балқиды да не істейді? Қайтадан жанартаудың атқап сыртқа шығады. Осылайша біз айтатын болсақ, үш тау жынысының қалыптасқан немесін байқадық. Көбінесе айтатын болсақ, бұл жерде магмалық пен метаморфты жыныстар көбінесе шоғырланған аймағы айтатын болсақ, кездесетін аймағын қазір талдап қарастырамыз. Енді келесі ой қозғау, яғни магмалық метаморфты тау жыныстары жиі кездесетін аймақтары және оның себептері. Бұл сұраққа біз жауап бере аламыз. Өткен сайттағы берілген сызбадағы магмалық тау жыныстар көбінесе жанартау қай жерде аталады, атайтып тұр. Яғни бізде тау жыныстарының таралуында картада қарастыратын болсақ, Қазақстан бойынша жалпы магмалық тау жыныстары ол бізде таулы аудандарда жиі кездеседі. Бізде қарастыратын болсақ, яғни таулы аудандардың физикалық картадан анықтау қиын емес деп ойлаймын. Бұны біз тағы да бірінші тоқсанда қарастырып кеткенбіз, картаның жұмысы бойынша. Бұл жерде физикалық карта бізде берілген, түстер бойынша біз ажыратамыз.
жасыл және қоңыр. Қоңырдың қаншама түрлері бар? Реңдері бойынша жасылдың реңдері бойынша бөлінеді. Бұл жерде жасыл түстер жазық аймақтар, қоңыр түстер ол таулы аудандар болса керек. Таулар біз аласа, орташа, биік таулар кетеді. Яғни осыған байланысты біздегі және магмалық метаморфты тау жыныстары жиі кездесетін аймақтар ол таулы жер болса береді. Шөгінді жыныстар не істейді? Олар жәнегі жазық ойпатты жерлерде жиі кездеседі. Келесі кеттік енді осы бойынша келесі сұрақ дейді, тау жыныстарына қандай пайдалы қазбалар жатады? Яғни бізде жаңа анықталған тау жыныстары бізде магмалық, метаморфты, шөгінді болып үшке бөлінеді екен. Енді сол үш түріне қандай пайдалы қазбалар жатады? Соны бізге білу керек. Сонда бізде не істейміз? Және тау жыныстарының минералды ресурстардың таралуының заңдылықтарын не істейміз? Біз сипаттай аламыз. Енді оған тоқталатын болсақ, бұл жерде қарасатын болсақ, бұл жерде негізгі тау жыныстарының пайдалы қазбалары. Магмалыққа бізде жатады кенді металдар, темір, мыс, қорғасын, полиметалл, бағал тастар, алмаз, рубин, аметист, изумруд кетеді екен. Одан шөгіндіге бізде жанғыш заттар, яғни мұнай, табиғи газ, тас көмір, тақта тас, және құрылыс материалдары әктас, балшық, құм жатады екен. Метаморфта бізде құрылыс материалдары мәрмәр, гранит, гнейс кіреді екен. Яғни осы бойынша біз не істейміз? Жәнегі Қазақстанның жәнегі айтатын болсақ физика картасындағы пайдалы қазбаның таралуын осы жәнегі пайдалы қазбаның түрлерін және тау жыныстарын жіктей отырып таралу заңдылықтарын біз не істейміз? Сипаттаймыз. Қай жерде қандай тау жыныстар таралған, яғни пайдалы қазбалардың түрлері бойынша. Енді жалпы ары қарай не істейтін болса, мына жерде шөгінді тау жыныстарының таралуын картаны анықтайды. Енді біз шөгінді тау жыныстарын анықтайтын болсақ, бұл жерде енді оның басты себебі және айтатын болсақ, шөгінді тау жыныстар көбінесе және жазық аймақтар кездеседі. Бізде жазық аймақ Қазақстанның жәнегі батыс аймағында, батыс және солтүстік аймақтарында жиі кездеседі. Келесі енді осы бойынша бейнеролик береді, яғни мұнай дегеніміз не? Сол бойынша сілтемесі қалдырылады, соны көріп шығамыз. Енді ары жалғастырайық. Келесі енді минералды ресурстардың таралу заңдылықтарына енді ресми түрде тоқталайық. Бұл жерде шөгінді жүктеп қойдық. Біз және шөгінді, метаморфты, магмалық деп қарастырдық қой. Шөгінді тау жыныстары қалай пайда болды? Ол өсімдіктердің, жануарлардың қалдықтарынан пайда болған жыныстар болып есептеледі. Бұны біз танысқанбыз, біз білеміз. Мысалда жаңа айттық. Енді бізге ең маңыздысы олардың таралған жерлері жазықтар ойпаттарда жиі кездеседі. Оны біз физика картаны анықтай аламыз. Екіншісі магмалық. Бұл жер астынан балқып шыққан отты заттардан пайда болған. Айтатын болсақ, бұл жыныстар ол рудал металдардан бағал тастар, яғни таулы аудандары кездеседі. Тауды біз картаны анықтай аламыз. Үшінші бізде метаморфты деген түрін өзгерген тау жынысы болып есептеледі. Басынан басқа түр болып есептеледі, одан кейін басқа түрге ауысады. Бұлар мәрмәр, кварцит, гнейс дейді. Бұлар тау алдындағы ойыстарда кездеседі екен. Сонда қарайтын болсақ, шөгінді бізде жазық пен ойпаттарда кездесетін болса, магмалық пен метаморфты тау жыныстары көбінесе таулы аудандарда жиі кездеседі екен. Енді келесі ресурс түріне тоқтайық. Бұл жерде табиғи ресурстың түрі ол бізде жер ресурс болып табылады. Жер ресурсына келіп тоқталатын болса, яғни сол арқылы біз бірнеше ресурс түрін қамтып кетеміз. Яғни ауыл шаруашылығын қандай түрлерін дамытуға болады, мысалы. Соны сипаттай кетейік. Мысалы, егіншілікті мысалы жазық жерді дамытатын болсақ, таулы аудандарды қандай ауыл шаруашылығы саласын дамытуға болады, не себептен не, соны талдап қарастыра кетейік. Ары қарай табиғи ресурстар қалыптасуына қарай біз жіктегенбіз, соның үшін жер ресурстарына тоқталайық. Жер ресурстарында бізде жаңа топырақ талдадық, ауыл шаруашылық жерлері қандай түрлері бар екен, соны қарастырдық. Одан кейін бары орман қорларының жерлері дейді. Осы қазір келесі сайттардан істеп таныстырып тоқталып кетеміз. Енді мына бізде қарап отырған болсақ, бізде гумус мөлшерінің не аз, не көп болу себептері дейді. Бұл жерде екі сүйрет берген, екі сүйрет бойынша бізге гумус дегенді еске түсірейік. Үшінші тоқсанда біз топырақ тақырыбында бұны талдағымыз гумус және қарақшірік. Қарақшіріктің мөлшері қай сүйретте көп, не аз, соны біз не істеу керекпіз? Талдап, сипаттап беру керекпіз. Ең басты фактор бұл жерде не істеу керек? Сендер егерде екі сүйретте берген климат сипат, екі сүйретте берген табиғат кешенде климат сипаттай алсаңдар, және айтатын болса, гумустың да мөлшерін сол арқылы анықтауға болады, қайсында көп, қайсында аз екен. Сол арқылы дәлелдеуге болады. Ары қарай кеттік. Келесі топырақ түрлері бізде берілген. Мына топырақ түрлері көбінесе солтүстік жартышарда таралған топырақ түрлері. Қорек заттарға бай топырақ түрін ата дейді. Себебін түсіндір дейді. Яғни осының ішінде қайсы бізде өте құнарлы топырақ болып есептеледі, соны атап шығып түсіндіру керекпіз. Екі сұраққа жауап береміз. Келесі кеттік. Енді жалпы әлем бойынша топырақтың түрлері таралғаны экватордан бастап бізде полюстерге қарай,
солтүстік полюске қарай қарайтын болса, үстінде экватор, тропика, қоңыржай, арктика деген климат белгіленген, соның астындағы табиғат зоналар. Ол табиғат зоналар астында бізде топырақтың қабаттары көрсетілген, қызғыл бояумен, қара сызықпен бізден бұл көрсетілген, ол гумус қабатының мөлшері, қай зонада жоғары екен біз ана анықтауға қалыңдығы. Келесі картамен жұмыс. Бұл жерде сұрақтар тапсырмалар беріледі. Қазақстан топырақ картасын қолдана отырып, төмендегі тапсырманы тарату материалда орындайды. Топырақ картасы 7-ші сынып атласына бар, соны қолданамыз, ашамыз. Келесі солтүстікке қарай топырақ түрлерін атау керек. Бізге қандай түрлер таралған, одан кейін топырақтың таралу заңдылығын түсіндіру керек. Яғни қандай заңдылық бойынша таралған. Онда біз өткенбіз. Ел аумағында құнарлы топырақ атаңыз және оның географиялық таралуын картаны атау. Яғни қай аймақта бізде Қазақстанда құнарлы топырақтар бар және оның атауы қандай. Келесі бізде картасызба берілген. Картасызбадан кейін келесі немені анықтауға карта түрлерін қарастырып, одан жәнеге салыстырып шығамыз. Яғни осыған байланысты бізде қарайтын болса егіншілік шаруашылығын салдан тарау аймақтан көре аламыз. Мысалы, солтүстік пен оңтүстік аймақта қарайтын болсақ, олардағы және егін шаруашылығы екі түрлі болып есептеледі. Солтүстік аймақтар және біз астық тұқымдас өсетін болса, оңтүстік аймақтар және мақта, күріш деген секілді. Неге олар олай өсірілген? Онда зерттеп қарастырып шығуға не себептен. Келесі енді бізде берілетін тапсырма, ол орман белгілерінің география тарауын сипаттама бер дейді, және де орман белгілері орналасқан табиғат зоналардың картаны анықта. Келесі слайдта бізде қазір картасызба беріледі. Сол картасызбаға байланысты біз не істейміз? Орман белгілерінің география тарауының сипаттама береміз. Орман белгілері орналасқан табиғат зоналарын анықтау керек. Бұның және орналасқан емесін жәнегі атласта карталар қолданамыз. Мына картасызба бойынша, мына жерде қарайтын болсақ, дүние жүзі бойынша орман белгілері орналасқан, яғни әр құрлықтар бойынша қай жерде орналасқан анықтап шығамыз. Келесі, солтүстік жартышардағы орман түрлері дейді. Бұл жерде қандай түрлер бізде қарайтын болсақ, бұл еменді дейді, қарағайлы орман, қайыңды орманы және шыршалы орман дейді. Жапырақты орман болып есептеледі, оны аралас орман түрлері таралған екен. Оны біз жеке танысып қарап шығыңдар. Енді келесі біз жәнегі осы уақытқа дейін минералды ресурстардың таралуын қарастырдық. Жер ресурстары бойынша біз және топырақ түрлерін қарастырдық, одан ормандардың таралуын қарастырдық. Енді тағы бар табиғи ресурстарын қарастырдық, су ресурстары бойынша. Жер бетіндегі жер астында суларын қамтитын жер шарының тұщы су қоры есептеледі. Ол су ресурстары дегенімізде, мұнда бізде қарастыратын болса, жалпы су ресурстарынан беткі сулар мен жер асты суларын жатқызамыз. Еспе сулар және артезиан сулар минералды сулар есептеледі. Құрамында минералдарға бай. Енді су ресурстарының тарауын қарастыратын болсақ, бізде жер бедерінің екі түрі бар. Ол бізде жазық және таулы жерлері. Таулы жерлерде таулы аймақтар өзендер өзінің бастауын алады. Яғни кез келген өзен осы таулы ауданнан бастайды. Қаттағы, одан кейін жазықтар не істейді, олар ары қарай өзінің немесін жалғастырады, ағу бағытын. Сол бойынша келесі бізде жазықтарда көлдер мен батпақтар жиі қалыптасады екен. Енді беткі сулардың география тарауын сипаттау керек. Бұл жерде қарайтын болса, енді Қазақстан және физикалық картасын қарай отырып, бізде өзендердің көптеген қайдан болса таралған аймақтарын және сипаттап қарастырайық. Яғни алдыңғы слайдта подкастқа берілген. Жер бедері бойынша, яғни өзендер қай жерде таралған, көлдер қай жерде таралған, соны бәрін анықтап шығамыз. Келесі, сен сабақ бекітетін болса, біздегі табиғи ресурстардың таралу заңдылықтары дегеніміз, ол бірінші минерал ресурстар бойынша біз қарастырдық, климаттық ресурстар, жер асты, жер ресурстар және су ресурстары бойынша қарастырып шықтық. Енді бүгінгі сабақ түсінікті болатын болса, каналға жазылайық. Канал бойынша ақпаратты не істейміз, басқаларын таратайық. Назарларыңызға рахмет.